Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде 20 наурыз. Жылқылар шығып едім дронмен. Жылқылар міне күйлі болып тұр. Қыста аман есен шыққан. Биыл бізде қыста көктемде әдемі болып тұр. Қар еріп кетті, су жоқ, жерге сіңіп кеткен. Күшті болып тұр. Спартаға келіп едім қарап кетейін деп. 28 наурызда құлындау керек еді негізі. Желіні бірақ көрінбейді. Ана қасында тұрған құла биенің желіні жиналған. Ол бір жетінің ішінде құлындайды шығар. Одан ерте болмаса. Мына құлагер сразу жақындап келді ғой дронды көріп. 3 жасар, 3 жасқа толады сәуірде. Қалғандар жүр айналып ар жағынан. Әне жүр олар екеуі. Екеуі ме, үшеуі ме. Қар жоқ. Енді не шығады? Көк шығады енді. Мынау 2 жасар. Мынау секунды 4-ке толады бұйырса биыл. Бірінші құлын анау қасында қарагер. Қасында қазір құла болады мынау қарагер ноқтасымен құлын. Бірінші құлын. Мынау Гүлсара. Ол да 2-ге толады. Башкир тұқымы мынау. Сүтті биенің құлыны. Құлагерді айғыр, сүтті биенің құлыны. Не осақта тұр олар. Рақаттанып, ешкімге тиіспей, ешкім оларға тиіспей. Үйренген бір-біріне. Спарта әлі құлындамайтын сияқты. Спарта міне күрен. Дала күшті болып тұр дала. Әп-әдемі.